Бүгүнкү видеода барлык ооруду эмдейтин өзүм ичип жүрген эмдик шөп тууралуу айтамын. Ал сиздерден колдоо, каналыма тиркелип лайк басып жана досторуңуз менен бөлүшүп отуруңуздар. Колдо бар эмдик шөптөр мыналар. Биринчи бүйрөк ооруна бар, бүйрөк оору жолдоруна, несеп жолдоруна арналган. Нефрит, гломерулонефрит, пиелонефрит, цистит деген ооруларды эмдейди. Және де асказан ішек жолдарына, гастрит, язва желудка, ішек ооруларын эмдейтин шөп. Сосын простатитти эмдейтин шөп. Бул шөптөрдүн курамы және де калай дайындалуу керек экен, кандай ооруга барлык сыртында анык жазуулуу турады. Келесі бул шөп гипертонияга арналган, яғни кан кысымы жогору адамдарга арналган шөп. Поджелудочная железа уйку безин арнайы эмдеуге арналган шөп. Және де кант диабетин эмдейди. Кандагы кантты калпына келтиреді. Келесі шөп болезни сердца, жүрөк ооруларын эмдейди және де сердечно-сосудистый заболевание дейді. Ол кан тамырларын, жүрөктүн кан тамырларын кеңейтеді, калпына келтиреді. Келесі эмдик шөп ол тери ооруларын эмдейди. Экзема, псориаз, аллергия сыяктуу тагы башка ооруларды эмдейди. Келесі өтті айдайтын және бауыр мен өтті емдейтін, тазалайтын шөп. Бұны өт жолдары бітеліп, застой желчі деп айтады ғой, сол бітелген кезде, ауырған кезде ішуге болады. Негізі бұл шөптердің барлық ауруға, адам ағзасындағы аурулардың бәріне емі бар. Толығырақ бұл шөптер жайлы, басқа да шөптер жайлы білу үшін описанияға номер жазып кетемін. Бұл шөптің ішін көрсетіп кетейін. Ішінде міне кәдімгі табиғи 100% шөптен тұрады. Міне терілген, кептірілген, арнайы ауруларға арнап салынған жиынтық. Дайындалуын сізге айтып кетемін. Емдік шөптің дайындалуы барлығы бірдей, тез әрі оңай дайындалады. Дайындалуы: емдік шөптен бір үлкен қасық аласыз, оның үстіне 0,5 литр қайнаған су құясыз. Содан кейін араластырасыз да қақпағын жауып 30 минут бұқтырып қоясыз. 3 мезгіл ішесіз, тамақтан 30 минут бұрын, таңертең аш қарында, түскі аста 30 минут бұрын, кешкі аста 30 минут бұрын ішіп аласыз. Мен өзім асқазан ішек жолдарының шөбін ішіп жатырмын және желчегонныйды ішіп жатырмын, екеуін бірге. Менің өзіме лично көмектесіп жатыр. Сондықтан да сіздерге кеңес беремін. Химиялық дәріден гөрі емдік шөптің пайдасы көп және де басқа ағзаға зиян тимейді. Иммунитетті, бүкіл ағзаның иммунитетін көтереді бұл шөп деген. Және де именно сіздің жаңа ауырып тұрған жеріңізді емдейді. Химиялық дәрі ол бір жеріңізді емдеп, келесі жеріңізді жаңағы ауыртуы мүмкін. Ал емдік шөп ол деген бүкіл ағзаға жаңағы айтқандай пайдалы, иммунитет көтереді және де тазалайды, организміңізді тазалап береді және де емдейді. Бүгін осы емдік шөптермен сіздермен бөліскім келгені. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, қадір түні тілектеріңіз қабыл болсын, қазақ елі аман болсын, сау болыңыздар.